Қайырлы күн, сіздермен крипто базар. Ең бірінші келе жатқан жаңа жылдарыңыздың барлықтарыңыз шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жылда барлықтарыңыздың байып кетулеріңізге тілектеспін. Одан бөлек банальный нәрселер, денсаулықтарыңыз барлығы жақсы болсын. Әр жаңа жыл сайын сіздер еститін сөздер. Енді қараңыздар, бұл видео бізде в основном әңгіме форматында болады. Осы жылды мен өзімше қорытындылап көруге тырысатын боламын. Әрине алдағы уақытта бізді не күтуі мүмкін, сол нәрселерді мен айтатын боламын. Енді қараңыздар, бұл жыл біз үшін ең қиын жылдардың бірі болды. Неге? Себебі 2024 жыл бізде өте жақсы аяқталды. 2024 жыл аяқталған кезде бізде ожидание криптоға өте мықты болды. Өте көп болды. Себебі эфириум ETF, биткоин ETF қабылданды 2025 жылы. Одан бөлек Трамп президент болды. Трамп президент болар алдында бізге былай айтқан кезде жақсы емізді. Мен президент болатын болсам, ақш ең мықты ең бірінші крипто страна болады, криптоны жақсы қолға аламыз, үйтеміз деген сияқты нәрселер. Бірақ өкінішке орай олардың ешқайсысын жасамады. Криптоны жай ғана ұмытып кетті деуге болмайды. Өзінің монетасын шығарып, барлығы инвесторларды скамить етті. Әрине заработать еткендер де болды. Мен мысалы өзім Трамп монетасына заработать еттім. Оны телеграмнан ашып көрсек болады. Оның барлығы болады деп ойлаймын. Кейін енді қараңыздар. Неге каналда видео жоқ болып кетті? Себебі дәл қазір крипто өлді деп айтуға болады. Ешкім видеоларды қарамайды. Ешкімге крипто қызық емес. Сол себепті каналда видео да жоқ. Одан бөлек жаңа ешқандай ақпарат жоқ. Мысалы мен не айтуға болады, мен білмеймін. Мысалы менде 2 күн 3 күн сайын видео шығаратын. Мен трейдер емеспін. Мен көп трейдить етпеймін. Мен айына 1-2-3 сделка ашсам, соның өзі жетеді маған. Былай шыққан кезде мен трейдер емеспін. Сол үшін мен трейдинг жайлы видеолар жасамаймын. Мен де в основном жай ғана именно осы блокчейн технологиясы маған қызық. Айлар болсын, болашақта бұл технология қай жерге дейін барады. Сол нәрселер үшін ғана мен инвестировать етемін деп айтуға болады криптоға. Әрине зарабатывать ету үшін де, себебі шынымен де криптода жақсы ақша табуға болады деп ойлаймын мен өзім. Сол үшін менде видеолар жоқ, крипто өлген себепті. И сосын ақпараттар да жоқ. Мен мысалы не жайлы видео жасаймын, соны білмеймін. Енді қараңыздар, ең бірінші биткоиннан бастаймыз. Биткоин үшін бұл жол жаман болды деп айта алмаймын, себебі биткоин ETF қабылданды. ETF қабылданған кезде бізге былай шыққан кезде жаңадан приток болу керек еді крипторынокқа. Бірақ өкінішке орай болмады. Болды ма, болмады ма, мен білмеймін, бірақ өскен жоқ қой. Енді қараңыздар, 24 жылы биткоин өзінің $100,000 аяқталған болатын. 24 жылда. 24 жылы өте жақсы жыл болды барлығы монеталар үшін. 25 жылы бізде в основном только ожидание болды деп айтуға болады. Себебі қазір айтып беремін. Биткоин өзінің 25 жылдың соң жағында көргендеріңіздей ең пикін қойды, $126,000. Бұдан биткоин ары қарай аса ма? Вряд ли. Сенбеймін. Мүмкін асу мүмкін, бірақ асқан күннің өзінде, примерно осы жерлер пикі деп ойлаймын. Одан кейін өте қатты құлау болуы мүмкін. Әрине 24 жыл бізде альт сөзіне өтіп кетті деп көп инвесторлар әлі күнге дейін айтады. Мүмкін ол. Себебі білесіздер, бізде XRP, Zcash, XLM деген сияқты монеталар жақсы өсім көрсетті. Мысалы VLD-дің өзінде ашып көруге болады. VLD мысалы 2024 жылда бізде қанша пайызға өсті? 1000%, 10x. Көргендеріңізде VLD деген монета 10x көрсетті. Әрине одан бөлек Zero секілді монеталар тоже өсті. Көп емес Zero. Байқайтын болсақ, 2x деп айтуға болады, қатты емес. Бірақ әрине бізде XLM, XRP деген сияқты монеталар тоже өсті. Zcash, Dash деген сияқты монеталар 15, 20, 30x-қа дейін берген монеталар болды. Одан бөлек Solana тоже бізде өте жақсы өсті. Менде өкінішке орай Solana жоқ екен, қазір SPX жауа тұрып ашсақ болады. Себебі алдыңғы альт сөзін біткеннен кейін Solana өте қатты құлаған болатын. Solana Alameda деген Solanaның фонды таралып кетті. Кейбіреулер түрмеге отырды. Сол себепті Solana бізде өте қатты құлаған болатын. Solana көргендеріңіздей $783 дейін барған. Бүйтіп қарайтын болсақ, Solana пикында 3030x берді.
ешкім саланы алмады деп айтуға болады. Мен өзім де саланы алған жоқпын. Себебі саланада шынымен кәдімгі скам сияқты, яғни терра луна деген монета болған. Сол секілді аяқталатын секілді көрінді барлығымызға салана. Өкінішке орай бәрімізді алдырды. Көргендеріңіздей салана дәл қазір ең мықты өскен монеталардың бірі. Бірақ бізде жаңа айтқанда мен альтсезон болды дегенге әлі сенбеймін. Неге? Себебі бізде блокчейнде проекттер өте көп жасалды. Мысалы AI-ға қатысты болсын, RVA-ға қатысты болсын, Layer 2-лер болсын. 2024-2025 жылы өте үлкен көп монеталар шықты, және де ол монеталар өте жақсы ақшалар жинады. Мем токендер өте көп шықты. Сол себепті де бізде хотя бы альтсезон қатты емес, кішкене болды деген күннің өзінде биткоин доминация менің ойымша хотя бы 40%-ға дейін түсуі керек болған. Себебі білесіздер, биткоин доминация деген бізде альткоиннің капитализациясына биткоиннің капитализациясының соотношениесі. Көргендеріңізде капитализациясы бізде биткоиннің пикі 65%-ға дейін болды, қазір 59%. Пик ең низі 57%-ға дейін құлаған. Бірақ мен өзім ойымша альтсезон болған кезде хотя бы 50%, 48%-ке дейін түссе, қандай да бір альтсезон болды деп айтуға болады. Бірақ менің ойымша биткоин әрине альтсезон болатын болса, альтсезон болады деп сенем. Мен неге қазір айтам. Доминация мұны примерно осы жерлерге дейін келу керек. Тіпті діносыны да жаңарту керек. Себебі бізде қазір альткоиндар өте көп. Альткоиндар өсетін болса, биткоиннің доминациясын кәдімгідей жейді деп айтуға болады. Мен сенем, альтсезон әлі де мүмкіндік бар, шанс бар. Мүмкін 1 жылдан кейін, мүмкін 2 жылдан кейін, бірақ биткоиннің доминациясы міндетті түрде осы жерлерге дейін келу керек. Себебі қараңыздар, блокчейн технологиясы ары қарай дамитын болса, мен дамиды деп сенем. Себебі AI бар, RVA бар. Блокчейн технологиясы бізден ешқайда кетпейді енді, бірақ бұл жердегі альткоиндар болу мүмкін ба ол жерде? Яғни мен портфелімдегі 50-60% монета скам болып кетуі мүмкін. Себебі қараңыздар, менде бір скам бар, қазір көрсетемін. Соның өзінде бізде одан бөлек те мықты проекттер өте көп. Мысалы, эфир болашақта топ-1 крипто монета болуы мүмкін. Себебі эфирда возможностьтар өте көп. Эфирда, мысалы, эфириум ETF қабылданды осы жылы. Эфириум үшін жақсы жаңалықтардың бірі. Одан кейін эфирде көмекші проекттер қазір өте көп шығып жатыр. Мысалы, Coinbase'дің Base деген Layer X бар, әлі монетасы шыққан жоқ, бірақ қазір жұмыс жасап тұр. Одан бөлек Consensys өзінің Linear деген проектін істеді. Consensys деген тоже өте мықты компаниялардың бірі. Эфириумның разработчиктары деп айтуға болады. Одан бөлек бізде ең үлкен ақша жинаған ZK бар. Startnet хайповый проекттердің бірі. Arbitrum, Optimism секілді Layer 2-лер дәл қазір өте көп. Эфирде шынымен де шанс өте көп болашақта ары қарай өсуге. Одан бөлек эфирді биткоинға қарағанда өте көп жерге қолдануға болады. Эфириумның мысалы блокчейнде RVA жасауға болады деп ойлаймын. Мысалы, кез келген алдын RVA видео болған. Мысалы, кез келген имуществоны токенге айландыруға, мысалы, ол нәрселер жасалатын болса, міндетті түрде эфириум блокчейнде сол ZK, Startnet секілді көмекші проекттермен бірге жасалады деп ойлаймын. Одан кейін мен эфир ешқайда кетпейді, яғни эфир ешқайда кетпесе, бізде Layer 2-лерді мысалы шанс көбірек эфирмен бірге әрі қарайда өсуге. Мен блокчейн технология ешқайда кетпейді деп ойлаймын. AI проекттерін кейбіреулер қалады, может 90% AI проекттер мүмкін скам болады, бірақ эфир Layer 2-лердің көбісі қалады деп ойлаймын. Одан бөлек бізде Lido, Eigenlayer секілді проекттерде қалып, ары қарайда өседі деген үміт бар. Сол себепті менде бұл монеталардың барлығы бар. Одан бөлек бізде 2025 жылы бізде Silver, Gold секілді активтер тоже жақсы өсті. Мысалы қарайық, Silver яғни күміс көргендеріңіздей 2024 жылдан бастасақ 21-ден 76-ға дейін барған. Бұл осы уақытқа дейінгі
ең мықты көрсеткіш деп айтамын. Почти 2,5x сильверде бұндай сильверде өсу күнге дейін болған екен, бірақ бұл өте мықты өсім болды. Алтында да дәл сол жағдай. Алтында бірақ осы ең қатты өскен кездердің бірі деп айтуға болады. Одан бөлек бізде S&P 500, Tesla секілді акциялар өте жақсы өсім көрсетті. Көп адамдар, мысалы, көп инвесторлар болсын, криптоны өсіруге дәл қазір ақша жоқ деген әңгімелер өте көп дәл қазір. Себебі кризис. Бірақ оның барлығы менің ойымша да қате, себебі сильвер секілді, голд секілді өте үлкен металдар, капитализациясы бұл металдардың өте көп. Осындай үлкен металдар өскен кезде бұл криптоны өсіру өте оңай. Просто криптоның дәл қазір просто уақыты келген жоқ деп санаймын мен. Бірақ крипто, альткоиндар міндетті түрде өседі. Енді портфель жайлы менде телеграм каналда бар. Қазір посттар бар. ZKJ деген монета, кім біледі? ZKJ деген монета. Мен ZKJ деген монетаны көргендеріңізде $0.38 түскенде мен сатып алған болатынмын. ZKJ $0.38 құлады. Одан кейін екінші видеода мен ZKJ-ді сатып алған пост менде бар, мен есімде просто. Яғни осы ZKJ деген монетаны мен сатып алғам. Бұл монета өкінішке орай дәл қазір скамить етті деп айтуға болады мені полностью. Көргендеріңіздей портфель өте қатты құлады, $1208 деген. Менің портфелім почти 60%-ға минуста. Көп емес, мен үшін 60% деген это болады терпеть етуге. Мысалы қараңыздар, дәл қазір полихедра ZKJ 90%-ға құлаған, менде $45 минуста. Яғни мен $50 алам, дәл қазір менде $5 бұл монета тұр. Көргендеріңіздей криптода дәл осындай жағдайлар болуы мүмкін. 0.37 цент тұрады. ZKJ-дің графигін ашып қарайтын болсақ, бұл монета $2 бастап құлады деп айтуға болады. Мен дәл қазір ары қарай өседі ме ZKJ? Мүмкін өседі, бірақ мен бұл монетаны сатып алмаймын. Бұл монетаны тек бір ғана рет сатып алдым мен. Мүмкін өсіп кетеді деген оймен. Мен осы жерлерде сатып алдым, қателеспесем, 0.25, 0.30 кездерде сатып алдым. Көргендеріңізде дәл қазір 0.37 тұрады. Пикінен қарасақ, бұл 99%-ға құлаған монета. Көргендеріңізде осындай скамдар бар. Одан бөлек ноткоин мен енді қайтып сатып алмайтын монеталар тоже 74% минуста. Мен $50 сатып алғам, қазір $10 тұр. $50 меді. Тоже телеграмда пост болған. Қаншаға сатып алғанымды жазылмапты. Жоқ, мына жерде тұр ғой. ноткоин $40 сатып алған екенмін. Көргендеріңіздей қазір $-30 осы жерде жазылып тұр екен. Менде $10 қалды, ноткоин енді сатып алмаймын. ZKJ, ноткоин менің ойымша скам. Бұл екі монета өткен күннің өзінде мені қайттан нөлге апаруы өте екіталай. Iron Fish деген менде единственный монета дәл қазір плюста деп айтуға болады, себебі бұл монетаны мен $14 сатып алам. $14.91 сатып алам, көргендеріңіздей сол баға. Blur деген монета тоже сатып алмаймын. Hashflow менде 48% минуста, өте азға сатып алғам. Одан кейін Berachain сатып алдым мен. Berachain деген тоже бұл Layer 1, яғни өзі блокчейн. Berachain менде 67% минуста, көргендеріңізде $50 сатып алғам. Жағдай нашар. Berachain менің ойымша ары қарай құлайтын болса, мен теңестіруге дайынмын, себебі Berachain мен $8 сатып алам деген ой болған, кейін ол ойдан арылып $0.8-0.9 түскенде сатып алдым. Ары қарай тағы да құлайтын болса, мен Berachain әрине қайттан сатып алам. Одан кейін Jupiter 50% минуста, Aptos 46%. Aptos мен әрине қайттан сатып алам. Бұл Aptos деген тоже бірінші Layer 1, тоже өз блокчейн. RVI келетін болса, қандай да бір проекттермен байланысып, мүмкін Aptos өсе алады деп сенемін. Одан кейін Optimism 80% минуста. Optimism дәл қазір жағдай негізі Layer 2-лердің арасында жағдай ең нашарлардың бірі деп айтуға болады.
неге жағдай нашарлардың бірі себебі қателеспесем оптимизм да негізі өсу өте аз. Көргендеріңізде отскок, хотя бы зеки мысалы стагнетте отскок болса, оптимизмде дым отскок жоқ деп айтуға болады. 94%. Қатты емес, но нашар екен. Көргендеріңізде отскок өте аз. Бізде зекида жақында ғана бір отскок болды, одан бөлек стагнетте тағы да бір отскок болды. Осы жерде мен негізінде зекидің жартысын сатып жіберу өзім ойымда болды, бірақ өкінішке орай сатпадым. Мына жерден просто дносынан қанша өскенін көре салайын. 0,28-ден қараңыздар. 170. Ну, 200. Почти 2x жасаған. Жақын арада ғана мені даже плюсқа шығарған болатын. Зеки одан бөлек стартнетте де соған ұқсас жағдай болды. Стартнетте менде сол уақыттарда менде лонг тұрған стартнеттен. Міне стартнет 192% көргендеріңіздей, екеуінде бір ұқсас жағдай болды. Не үшін, неге бұндай жағдай болды, мен білмеймін. Сол кезде ары қарай бұл екі монета өсіп кеткенде немесе сол жерлерде қалғанда бұл өте жақсы болатын еді. Өкінішке орай барлығы қайтадан құлады. Одан кейін Cyberconnect'те де бізде бір жақсы отскок болды. Тіпті мен плюсқа жақсы шықтым, но өкінішке орай ол кезде тағы да монетаны сатпадым. Міне қарауға болады. Көргендеріңіздей 5x. Неге сатпадым мен бұл жерде? Мен себебі бұл жерде өте тез құлады. Үлгермедік. Осы жерлерде мен көрдім. Бірақ соның өзінде 2,5x сатпадым. Менде Cyberconnect, Blur деген сияқты монеталар өте ұзақ уақыт жатқан монеталар. Негізі мен бұларды 23-те ма алғам, қателеспесем, 24-тің басында, жоқ 24-тің орталарында, может, $3 алғам. Дәл қазіргі бағасы $0,70, 60% минуста. Wormhole деген менде ең үлкен минустардың бірі 68% минуста. Көргендеріңіздей, менің почти $400, қазір $42 ғана қалған, $310 минуста. Дәл қазір рынокта дәл осындай жағдай бізде өте жақсы емес. 2025 жыл біз үшін өте нашар аяқталды. Секи тең мың тұр. Менде көргендеріңізде $269 минуста, 54%. Жаңа менде почти үстінен 1x болған почти. Но өкінішке орай сатпадым. Жоқ, 1x өтірік алдаймын. 1x болған жоқ, қателеспесем 0-ге шықты просто. 0,08. Менде орта бағасы Секидің 0,6, я. Просто, плюс 30%. Яғни менде Зекида примерно $700 жақын болған. Өкінішке орай сатпадым. Жартысын сатып алу мүмкіндік болды, бізге берді. Бірақ мен шықпадым. Мен жақын арада рыноктан шығам ба? Жоқ, ондай ой жоқ негізі. Дәл қазір мен қалатын болса, осы ақша до конца рынокта қалады деп ойлаймын. Әрине, тағы да портфель, мысалы, қазір $1210-дан $800-ға түсетін болса, мен қайтадан сатып алуға дайынмын. Бірақ өсетін болса, осы жерде тұратын болса, мен пока жақын уақытта дым сатып алмаймын деп ойлаймын. Ignlayer менде 45% минуста, $100, көп емес, $125 қазіргі $230 болу керек, $125 менде жатыр, 45% минуста. Lido 24%. Lido да өте жақсы. Мен сатып алған орта бағам $0,78, но $0,6 қазір. 24% минуста. Бұл көп емес, бірақ Lido менде өте аз. Көргендеріңізде $93 ғана тұр. Arbitrum 40% минуста. Arbitrum мен қайтадан сатып аламын. Менде тұрды Wildcoin 40% минуста. Wildcoin мен сатып алу мүмкін. Linea $60 минуста, 60% минуста, $62. Linea мен тоже сатып аламын. Менде, яғни сатып алатын болсам, осы монеталарды сатып аламын. Мен Startnet дәл қазір сатып аламын деген ой жоқ. Неге? Себебі қараңыздар, Startnet менде 81% минуста, $700 минуста. Почти менде Startnet'те $900 болу керек болған, бірақ өкінішке орай көргендеріңізде 80% Startnet менде минуста. Былай шыққан кезде мендегі дәл қазір споттың барлығы минуста. Фичта плюстағы сделкалар бар, бірақ оларды мен ұзақ ұстайтын ой жоқ. Жаңа жылдан кейін мүмкін жабам. Яғни жаңа жыл басталған кезде жабам. Жаңа жылдан кейін емес. Одан кейін Layer Zero көргендеріңізде 46% минуста. Көргендеріңізде бізде барлық портфель
60% минуста. 60% минус деген бұл негізінде көп емес. Себебі қараңыздар, жаңа мен көрсеттім ғой. Зеки бір күнде, бір күн емес, мынау 13 пен 27-сімен, мына неделгада тұр ғой қазір. Дневкаға қоямыз, сосын қарауға болады. Мысалға, осы еді ғой, осы еді ғой. Примерно 4 күн. 4 күнде көргендеріңіздей почти 2x жасаған. Яғни мен портфелім, мысалы, бір аптада ешқандай қиындықсыз плюсқа шығып кетуі мүмкін. Ол криптода ондай жағдайлар өте көп болады. Ондай болуы мүмкін. Мысалы, бір аптада мен портфелім просто плюсқа шығып кетеді. Яғни қазір менде $3700 болу керек болатын болса, бір аптада мысалы $4000 дейін барады дәл осы бағадан. Бірақ дәл қазір көргендеріңіздей рынокта волатильность жоқ. Барлық монеталар оптимизм мен старт кішкене өсті, жаңа айтқандай. Мысалы, аптысты алып көретін болса көргендеріңіздей, примерно қараңыздар. Бір жыл бойы, 25 жыл. $8 мен $3 арасында жүрген бір диапазонда кішкене қазір енді қатты құлады. Мен ойымша аптыс міндетті түрде өседі. Аптыс, Суи, Линея, тағы да не бар, Арбитрум секілді монеталар, Эгнлер, Лидо деген сияқты монеталар менің ойымша по-любому болашақта ешқайда кетпейді деп ойлаймын мен өзім. Сол себепті де негізінде 2026-да менде ожидание қалай дәл қазір. Әрине, дәл қазір өте қиын жыл болған соң бізде өзімізге деген сенімділік барлығы кетті. Сол үшін қорқыныш бар. Сол үшін мен қорқамын, мысалы, осындай болады деп айтуға, бірақ менің өзім ойым, менің портфелім плюсқа шығады деп ойлаймын келесі жылы. Тіпті менің портфелімде 5x, 6x-қа дейін болады деп санаймын. Сол себепті де әрине біз өсеміз. Келесі жылы мен осының алдыңғы жылда естеріңізде болатын болса мен айтқам, 25 жылы бізде альтсезон болу керек деп, яғни 25 жыл біткенге дейін біз жақсы өсуіміз керек деп айтқан болатынмын. Себебі ол кездерде менің портфелім почти нөлде тұрған. Старкнет пен Wormhole деген екі монета ғана минуста болған, қалғандардың барлығы нөлде тұрған. Соның өзіне мен мысалы менің портфелімде мысалы $3000 жатқан күннің өзінде мен сол $3000-дан 6-7x-қа дейін күткен болатынмын. Ешқандай қиындықсыз 25 жылдың соңына дейін. Өкінішке орай ондай нәрсе болмады. Сол үшін мен 2026 жылы дәл сол результатты күтем. Яғни 2026 жылы менің портфелім $10,000-ға дейін ешқандай қиындықсыз бара алады деп ойлаймын. Себебі 2026 жылы бізде міндетті түрде өсім болады деп санаймын. Себебі қараңыздар, крипто ары қарайда тірі болатын болса, оны бір жыл бойы осы жерде жатқызудың қажеті бар ма? Мен ойымша жоқ. Крипто бізде 2026 жылы мүмкін ары қарай құлайды. Мүмкін өседі, короче. Мен өседі дегенге өзім қоятын едім. Әрине биткоин өспеуі мүмкін. Бірақ альткоиндар менің ойымша өсетін сияқты, өсу керек сияқты. Себебі бізде айттым ғой, 2025 жылы бізде жақсы ақпараттар өте көп болды. Эфириум ETF қабылданды, RVA, банковский системалар типа криптомен жұмыс жасап бастады, пилотный проекттер жасап бастады. Сол кездерде бізде сол ожиданиемен қатты күттік өсінді, бірақ өспеді. Дәл қазір барлығы жаман, барлық криптоны ұмытқан кезде ешкімнің крипто сатып алуға желаниясы жоқ бізде. Менің ойымша өсіреді. Бұны қазір құлатқаннан менің ойымша толық жоқ деп санаймын. Себебі қазір мысалы крипто құлайды, монеталар құлайды. Қазір ешкім сатып алып жатқан жоқ. Мысалы қазір құласа мүмкін сатып алады. Менің өзімде ойымда да сондай. Мысалы мен соңғы рет Эгнлерді қателеспесем сатып алдым, бірақ көп уақыт алдым деп айтуға болады. Менде көре алаңыз ба? Transcreation тұр ғой. Эгнлер $50 сатып алғам. Көргендеріңіздей 17 декабрь дейді. Екі апта алдын сатып алғам мен Эгнлер. Оның алдында тоже 8 декабрь Эгнлер. В основном менде көргендеріңіздей Эгнлер ғана сатып алып жатырмын. Мелочтар $50, $29, $30. Сол себепті де біз дәл қазір криптоны менің ойымша ешкім сатып алып жатқан жоқ. Дәл қазір барлығы фьючерспен торговать етіп жатыр. Неге екенін мен түсінбеймін. Шынымен себебі қазір менің ойымша мүмкіндік бар деп ойлаймын. Фьючерда ақша сливать еткеннен гөрі просто сатып алып кішкене күтіп шыдағанға. Себебі
ең керек нәрсе криптода болсын, кез келген рынокта менің ойымша шыдам керек. Күте алатын адам болса, ол міндетті түрде өзінің долясын криптодан ала алады деп санаймын. Сол үшін бізге кішкене күту керек. Мүмкін 1 жыл, мүмкін 2 жыл, бірақ міндетті түрде біз өзіміздің профитімізді аламыз деп сенемін. Себебі крипто тірі болатын болса, бізде де барлығы жақсы болу керек деп санаймын. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.